келді че кинема. Далада папа күтіп тұр Жерима. Папаның қасына бараха. Папаға бар. Сосын күйеуі магазинға барып келдіңдер. Мен айттым ғой, үйге сүт керек, нан керек, сосын өздерінің жейтін печеньеларын бар қылшы. Машинамен барасыңдар ғой, ыстыққа кетесің, ештеңе кимей қой үстіне. Аяғымды кигізейін. Аяғымды киіп. Аяғымды киіп ал. Есік алдында папа күтіп тұр, аха, Жерима? Кие аласың ба аяғымды? Давай, доча. Жолың болсын, аха. Есікті жай жаба саламын, хорошо? Папада кілт бар, сосын өздерің ашып нетіп саласың. Хорошо ма? Давай. Пока-пока. Сәлем достар. Қайырлы күн. Қалайсыздар? Біз Фатикош, Ердоған, үшеуміз үйдеміз. В общем, бүгін күн деген күштінадай жадырап, жарқырап, ой, көрінбей тұр. Жарқырап, әдемі болып тұр. Сосын, в общем, Кәусар еще папасымен магазинға кетті. Фатиха, мен бармайым, үйде қалам деді. Сонымен үйде қалдық. Фатишон екеуміз қазір Фатишон екеуміз қазір шай ішеміз. В общем, Кәусар мен папасы келгенше үйді реттеп, шай дайындап, шайға анау-мынау пісіріп, сондай заттар дайындап қоюымыз керек. Иә, доча? Қайсынан бастаймыз? Южинодан бастаймыз ба? Иә. Южинодан бастайық, иә? Ыдыс жуамыз. Ыдыс жуамыз, давай, ыдыс. Южина, в общем, ыдыс жуып, сондай тірліктер. Мына жақта пылесостап, реттеп, ойыншықтарды орнына жинау керек. В общем, көрдіңіздер ғой, мына Ертуған деген жігіт бізде осы ойыншықтардың бәрін шығарады, жинайды. Ойыншықтары бар. В общем, осылардың бәрін қазір жинап, реттеп, в общем, Кәуси мен папасы келгенше сондай жұмыстар істеуіміз керек. Так, осы ойыншықтан бастайық, үйді пылесостаудан бастайық. Так, кірлерді жуып, жайып қойдым. Я, доча, столдың үстін реттейік. Солайынан, достар, бізбен бірге болыңыздар, тіркеліңіздер. Сәлем, достар. Мен бүгін мамамен Фатихаға білдетпей үйге чай алып кірейін деп жатырмын. Папаға айтқам ғой, пара берді. Соны кәс білдетпей балам. Мама білдемені істеп жатыр. Мен қазір ана есіктің қасына барып тығылып қалам. Сол кезде жақындап келетін болам. Фатихамен жақтап жатыр. Мама көз ұстап жатыр. В общем, жердегі бүкіл нәрсені алып шығып, перделерімді реттеп, киімді ана жаққа жылжытып қойдым.
Так, мына ойыншықты жинап қойсам, мына ертуған қайтын шашып отыр, естиін абалана. Так, Фатико, сен давай диван үстіне шығып кет, мен болсам болды пылесостап тастайын. Жаремай, ана жердің бәрі быт-шыт болып кетіп өйткені. Жылдам осы жердің бәрін пылесостап. Сосын шай қоямыз да. Шай ішіп аламыз, жақсылап, күштілеп тұрып екеуміз, иә? Ертуған, сен қазір құлайсың? Көз? Қошы, Фатико. Тарсылады, ертуған отыр, давай. Отыр, мен плюс ұстаймын жерін бәрі. Есі қағып тұр ма? Білмеймін. Тыңдашы. Есі қағып тұр ма? Қазір мен көріппейінші қазір есі қағып тұр. Кәусарға, мен есік жақ өткен жоқпын ғой бірақ. Мәссаған есік қағып тұр ма біреу? Үй жинап жатырмын ғой. Кім? Кім? Жоқ, мына жақтан емес. Мына жақтан шықты. Мына жақтан шықты ма, Фатиха? Ау? Мына жақтан шығып жатыр ма, тарсылдағы? Мына жақтан соғады? Мына жақтан ертуған ба? Екөз сен ба? Жоқ, ертуған қатты дасып қоймайды ғой. Онда мына жақта, мына қабырға жақтағы көршілер шығар, ол точно сол жақтағылар. Өйткені екеуміз ғана кім болады? Просто жаныме есікті жылс еткізгенде, оны есік қақты деп ойлап қалды. Сол кезде мен талып қалдым белдікке. Сосын мама ертуғанды білдеме алдатып ойнатып жүрді. Достар, Фатикош екеуміз, в общем, үйде біттік. Что папаларымыз әлі кесіп отыр, кәусі екеуі. Алыс жақтағы магазинға кеткен ғой. Давай жүр екеуміз шай ішіп алайық. Иә. Мен қазір шай қойып келейін. Кеттік точа. Шай ішіп алайық, короче, в общем. Екостай жүр. Шармен ойнап, ертуған шармен ойнап отыр, біз шай ішіп алайық. Фатикош ма? Мен шай қойып берейін, сен ана қазір тарелка беріп, соған сала берші, я шай ішіп алмайық. Соны, в общем, сала бер. Мынаның үстіне, осының үстіне сала бер. Осыны сала бер. Ойбай, мама! Бісміллә! Не болды? Мама, жүрші точа көр керекші. Фати! Мамда қоқылат, мандақта білейші. Ертуған сен ба? Екөз? Сенің шарың ба? Мама, зәрем ұшып кетті ғой, ужас. Мына доп. Қайдан келді мына доп? Мына доп бағана ар жақта жатты ғой, бағана ар жақта жатты ғой. Бәсім, ертуған лақтырды ма? Мама, мен қорқып кеттім. Ертуған бірақ лақтырса дейді қатты лақтырамайды ғой, е? Екөз? Сен ба, ертуған? Ой, мамочки, зәрем ұшып кетті ғой, ужас. Бісмілләй, көршілер ма? Бірақ көршілер біздің үйдің мұнан қалай лақтырады? Мама точно тарсылаған? Білмеймін. Кім болады енді? Мына жақты көрекші жүр. Мына жақта ешкім жоқ. Ешкім жоқ мына жақта. Фатико, ар жаққа бірге барайықшы, ар жаққа, анау жерге. Қорқпайсың ба? Қойшы, мен қорқам, Фати. Фати, бармай қойшы. Фати, қаш. Фати, қаш. Қой, жарайды, қой, шайымыз іше берейік, қазір папалар келеді, сосын папа өздері. Или барамыз да все-таки? Жоқ, болмай қоясың. Мен де қорқып тұрмын. Ертуған, сен қайда бара жатсың? Қорқып тұрмын, ар жақ. Көршілерім екен әлде тарына жақта бізде ана жақ қабырғада көршілер всегда тарсылдатып жатады, ремонт жасап жатады. Мен сол ма деп ойлап тұрмын. Көшіп бара жатыр. Ертуған, қайда бара жатсың? Ертуған. Жүр көрегі. Біреу жатыр ана жерде. Ей, Кәусар! Сен ба тығылып жүрген? Сен үйге қашан кіріп кеткенсің? Жаңа.
Адам зәресін алып, тарс ете қалғанда зәрем ұшып кетті, ужас. Бәс, ертуған неғып қорықпай барып жүр десем, курткаларың қайда? Етігің ештеңе жоқ қой. Қайда? Сен сол папамен барған жоқсың ба не? Істедің сонда, бағаны сразу үйгеріп кеттің ба? Иә. Мәссаған. Кәусар. Siz de Piyos'ta baktığınızda iyicini baktığınızda cay kırk ettim. Мәссі. Біз қалай, Фатико? Біз қалай көрмей қалдық? Zeynep aşık etti ғой. Сенің ба, менің ба? Бәс, ертуған ойлап қойым, неғып қорықпайды, мына жаққа смело кетпейді. Анау жерден былай қарай смело кетіп бара жатыр ғой. Ой, зәрем ұшып кетті ғой. Сендер келгенше өзімізше шай ішіп алайық деп, давайдан көтеріп қойық. Сендер келгенше өзімізше бір кесе шай ішіп алайық деп, дәндеріміз сап, шай ішейік деп жатсақ, ужас, зәремді алдың ғой, Кәусар. Папа өз жағыз кетіп қалды ма магазинға? Мәссаған. Есік жапқан жоқсың? Жаптың ба? Есік жауып керек жүр. Тағы біреу кіріп кетпей тұрғанда, шынымен біреу кіріп кетпей тұрғанда есік жауып алайықшы. Достар, мынау енді Кәусардан бір жынды пранк болды бізге бар ғой. Мынау Кәусан деген қыздан бар ғой, Кәшон деген қыздан ше. Ужас, вообще не ожидала, мен үйтіп үйге кіріп кетеді деп, бәсе. Папамен барам, жоқ, Фатиха қала берсін, өзім бара берем дегені жаман еді тура. Екінші олай жасамай жерейм, ма? В общем, достар, бүгінгі видео кел, Кәшонтай. Бүгінгі видеомыз мощный болды. Енді вообще өзімізше Фатико екеуміз өзіміз жағыз үйде қалдық. Орка деп жасап атқан видеомды мына қыз алды да. Мына қыз алды да. Ушысы мен зәрем шығып кетті ғой. Байқаңыздар, есіктеріңізді жауып жүріңіздер. Жаңағы менің қателігімді жасап, есікті қалдыр кетіп ашып, кәз келеді ғой деп ашып қалудың болмайды екен. Ай, көз нельзя. В общем, достар, біздің видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.